Иса ғибадатханадан шығып кетіп бара жатқанда, шәкірттері қасына келіп, ғибадатхананың сәулетті ғимараттарына нұсқады. Бірақ Иса оларға: Мынаның бәрін көріп тұрсыңдар ғой. Сендерге шындығын айтам. Бұлардың қаланған бірде-бір тасы қалмай, барлығының да күл талқаны шығатын болады. деп жауап қайтарды. Кейінірек Иса Зәйтүн тауының басында отырғанда, бірнеше шәкірті оңашада қасына келіп: Бізге айтыңызшы, бұл қашан болады? Сіздің қайта келуіңізбен ақыр заманның жақындап қалғанын қандай белгі білдірмек? деп сұрады. Иса былай деп жауап берді: Сақ болыңдар. Ешкім сендерді алдап, теріс жолға түсірмесін. Себебі көп адамдар менің атымды жамылып келіп, құтқарушы Мәсіх менмін деп, көпшілікті алдап азғыратын болады. Сендер жақын маңдағы шайқастар мен алсырақтағы соғыс жаңалықтары туралы еститін боласыңдар. Сонда абайлаңдар, зәрелерің ұшпасын. Олар болуға тиісті, бірақ заманның ақыры әлі де бұл емес. Себебі ұлт ұлтқа қарсы, мемлекет мемлекетке қарсы аттанып, түрлі жерлерде ашаршылық пен індеттер және жер сілкіністер болады. Бұлардың бәрі тек жаңа дәуір туар алдындағы толғақтың бастапқы азабы іспетті ғана. Сол кезде жұрт сендерді азаптап, өлтіру үшін ұстап береді. Менің атымды мойындағандарыңа бола, барлық ұлттар сендерді жек көретін болады. Сонда көбі сенімдерінен танып, өзара опасыздық жасап, бір-бірін жек көреді. Талай жалған пайғамбарлар халық алдына шығып, көптеген адамдарды алдап азғыратын болады. Әділетсіздік тым көбейіп кеткендіктен, көпшіліктің сүйіспеншілігі суып кетеді. Ал ақырына дейін табандылық танытқан әркім құтқарылады. Құдай патшалығы туралы осы ізгі хабар күллі әлемге уағыздалмақ. Осылай ол барлық халықтарға мәлім болады. Содан кейін бұл заманның ақыры келеді. Ендеше бір кезде сендер Даниал пайғамбар алдына айтқандай, киелі үйді арамдап бос қалдыратын жексұрын нәрсенің сол қасиетті орында тұрғанын көретін боласыңдар. Мұны оқып отырған әркім мәнісін ұғып алсын. Сонда Яхудея аймағында тұратындар тауларға қашып құтылсын. Кім үйінің жалпақ төбесінде отырса, сол бір нәрсесін алуға үйге кірместен сыртқы сатымен төмен түсіп, дереу қашып кетсін. Кім далада жүрсе, ол да шапанын алуға үйіне қайтып бармастан бірден қашып құтылсын. Сол күндері аяғы ауыр және бала емізіп жүрген әйелдер қандай қасіретке ұшырайтын болады. Қашатын кездерін қыс мезгіліне немесе діни демалыс күніне тура келмесін деп Құдайдан сұраңдар. Себебі сол уақытта әлем жаратылғаннан бері күні бүгінге дейін еш болмаған және қайтып болмайтын қиын қыстау кезең бастарыңа түседі. Егер де жаратқан ие бұл күндердің санын қысқартпағанда, ешбір жан құтқарыла алмас еді. Бірақ ол өзінің таңдап алған адамдарына бола сол кезеңді қысқартып қойған. Сол кезде біреу сендерге: «Міне Мәсіх мұнда», немесе «Әне ол анда» десе, иланбаңдар. Себебі жалған мәсіхтер мен пайғамбарлар шығатын болады. Олар мүмкін болса Құдайдың таңдап алған адамдарын да алдап, теріс жолға адастыру үшін ғаламат кереметтер мен ғажаптарды көрсететін болады. Байқаңдар, мен сендерге мұны алдын ала айтып тұрмын. Сондықтан сендерге: «Қараңдар, ол айдалада жүр» десе, шықпаңдар. Немесе ол ішкі бөлмелерде десе де иланбаңдар. Себебі найзағайдың шығыстан басталып батысқа дейін жарқырайтыны сияқты, менің билеуші ретінде көктен қайтып келуім де аяқ астынан және ап-айқын болады. Жемтік қайда болса, күшігендер сонда жиылар делінген емес пе?
Бұл қиын қыстау кезеңнен кейін дереу күнді қараңғылық басып, айда жарқырамайтын болады. Жұлдыздар аспаннан құлап, аспан күштері шайқалады. Сол уақытта менің билеуші ретінде қайтып келуімнің ғажайып белгісі аспаннан көрінетін болады. Сонда жер бетіндегі барлық ұлттар үрейленіп, еңіреп жылайды. Олар менің билеуші ретінде ғаламат құдіретпен, салтанатты ұлылықпен ұлттардың үстінде көктен келе жатқанымды көреді. Мен кернейдің зор үнімен періштелерімді жіберіп, олар аспанның о шетінен бұ шетіне дейін, дүниенің төрт бұрышынан менің таңдап алған адамдарымды жинап әкелетін болады. Інжір ағашынан сабақ алыңдар. Оның шыбықтары жұмсарып, жапырақтары шыға бастағанда жаздың таяп қалғанын білесіңдер. Сол сияқты, сендер осы оқиғаларды көргенде, менің таяп есік алтына келіп қалғанымды білесіңдер. Сендерге шындығын айтам. Осы ұрпақ өлмей тұрып ақ, мұның бәрі іске асады. Аспан мен жер жойылатын болады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды. Ал сол күннің, сол сәттің қашан болатыны не адам баласына, не көктегі періштелерге, не Құдайдың рухани ұлын емес, жалғыз көктегі әкеге ғана белгілі. Нұх пайғамбардың заманында жағдай қалай болған болса, менің билеуші ретінде көктен қайтып келетін кезімде де солай болады. Топан судан бұрын, Нұх кемеге мінген күнге дейін адамдар Құдайға мойынсынбай ішіп жеп, әйел алып, қыздарын ұзатып өмір сүруде еді. Топан су басып, бәрін алып кетіп, қырып салғанша олар ештеңені ұқпады. Мен билеуші ретінде көктен қайтып келген кезде де осылай болады. Сол сәтте періштелер егіндікте жүрген екі адамның біреуін қабыл алып, екіншісін қалдырып кетеді. Олар бірге қол диірмен тартып отырған екі әйелдің де біреуін қабыл алып, екіншісін тастап кетеді. Сондықтан сергек болыңдар. Сендер қожайындарыңның қай күні қайтып келетінін білмейсіңдер. Мынаны еске алыңдар. Егер үй иесі ұрының түннің қай мезгілінде түсетінін білетін болса, онда ол ұйықтамай сергек болып, ұрының бұзып кіруіне жол бермес еді. Сол сияқты сендер де дайын болыңдар. Өйткені сендер күтпеген сәтте мен билеуші ретінде көктен қайтып келем. Иса сөзін одан әрі жалғастырып, былай деді. Адал да саналы қызметшідей болыңдар. Қожайыны бір қызметшісін үйіндегі өзге малайларының үстінен қарап, ас суларын уақытылы беруге тағайындады. Қожайыны қайтып келгенде, оның өз міндетін атқарып жүргенін көрсе, сол қызметші бақытты. Сендерге шын айтам, оны бүкіл меншігін қараушы етіп тағайындамақ. Ал егер әлгі қызметші жаман болып, іштей қожайыным жуырда келе қоймас деп, өзге малайларды ұрып соғып, маскүнемдермен бірге ішіп жеп думандатса, онда қожайыны күтпеген күні ойламаған сәтте келіп, оны аяусыз жазалап 200-лердің кебінін кигізеді. Сонда ол зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады.